Мысалы, күнәні не үшін жасайды адам? Не үшін жасайды? Нәпсісіне ереді, содан соң? Иман әлсірегенде, шайтан азғырғанда, біреу тауыпсаңыз, кінәлі тапсындыршы. Шайтан азғырған кезде, біздің негізгі тақырыбымыз Құдайды жақсы танымағандықтан. Үлкен сопы ғалымдар айтады. Біз күнәні неге бөліп алғанбыз? Үлкен күнә және кіші күнә деп бөліп алғанбыз. Шариғатта да ғалымдар солай бөлген. Үлкен күнәлар не? Алла тағала серік қосу, әке шешеге қарсы келу, сиқыршылықпен айналысу, ұрлық жасау, адам өлтіру, зина жасау секілді бірнеше үлкен күнә бар. Одан кейін одан кіші күнәлар бар. Мәселен, біреуді ренжіту, түсінген адамға біреуді ренжітуден үлкен күнә жоқ. Негізінде. Біреуді ренжітуден артық үлкен күнә жоқ негізінде. Енді үлкен сопы ғалымдар айтады. Құдайға қарсы шыққанда дейді, күнәнің үлкен кішісі болмайды. Себебі проблема күнәнің үлкендігінде немесе кішілігінде емес. Проблема сен оны кімге қарсы жасап жатсың? Түсіндіңіз бе? Мысалы, қандай да бір қателікке жол берсеңіз өзіңіздің өміріңізде, оның жазасын тартасыз ба? Тартасың, басын жауып жоқ дейсіз. Тартасың. Мәселен, сен бір жерде жұмыс істейсің, басшының алдына бір қателік жасап көр. Жәніңді шығарады. Минимум дегенде, болмаса жұмыстан кетесің, екі вариант. Жауапқа тартыласың міндетті түрде.